Мына біздің қазақ осы құда түсуде, келін түсіруде көп шашылып жатыр. Үлкен шығын. Кредит алады, қарыз алады. Ол болмайды. Екі жастың арасы, олар бір-бірімен келісті. Екі жастың ата-анасы ақылдасу керек. Тойды қалай жасаймыз? Той жасайтын құда ғой. Жағдайыңыз қалай? Сол құданың жағдайына қарай ғана тойды жасау керек. Біз намыс дейді. Намысты той жасауға қолдануға болмайды. Жалған намыс қой ол. Керек жоқ ол жерде. Намысқа бармау керек. Байсың ба, кедейсің ба? Екі жақ келісіп той жаса. Ұлттық дәстүрге сәйкес жаса. Келін түсірудің дәстүрі бар. Бетін жауып, бетін ашып, бетестер жасауда асабалар ерекше айтылатын қазақтың өлеңдері бар, жырлары бар, соны айту керек басында. Беті ашылмай тұрып, бетін аша бастайды. Сол кезде келінді үлкен атасынан бастап таныстыру керек. Ата, әже, әке, ана. Мына сөйердегі қыз отбасымен таныстыру керек. Оның бәріне жыр бар. Мына асаба. Ал біз аламыз да домбырамен уды ұғып болмайтын керегіне қазіргі нелерді жаттап алған сөздерін айтып асабалар уды ұғылады. Болмайды. Қазір асабаларды қайта дайындау керек. Руханият орталығы асабаларды қайта дайындаңыздар. Асабаларды дайындаудың жолы ұлттық рухта, ұлттық салт дәстүрге үйрету керек асабалар. Тойда тек ұлттық салт дәстүр ғана айту керек, ұлттық салт дәстүр ғана насихатталу керек.